Тәуелсіздік жылдарында сірелі әлеуметтік экономикалық жағынан біршама құбылысты бастан кешті. Сан түрлі қиындықтарды елмен бірге еңсерді. Әрине, аспаннан топ ете қалып, тойдырған дүние жоқ. Барлығы жанкешті күш-жігердің жемісі. Уақыт өлшеміне бағынбайтын еселі еңбек әсіресе құрылыс саласында қарқын алды. 90-шы жылдардағы тоқырау тұран төсінде орналасқан өңірге қиын соқты. Бұл экономиканың кетеуі кетіп, тұрмыстың кенеуі кеуіп тұрған шақ. Сындарлы кезеңде сыр бойында жаңа технологиялармен жабдықталған гофрокартон шығаратын жаңа цехтың құрылысы басталды. Өндіріс үшін пайдаланылатын шикізат сырттан тасылды. Бірақ цех аяқ алысын бастаған тұста Кеңес одағы ыдырап, сырт елдерден тасылатын шикізат бағасы күрт қымбаттады. Зауыт банкротқа ұшырап, өндіріс бір жола тоқтады. Тәуелсіздік таңында буыны қатпаған жаңа мемлекеттің құрылысы да тұралап қалды. Әсіресе тұрғын үй құрылысы баяулады. Сөзіміздің дәлелі 80-ші жылдың басында бастауын алған Мерей мөлтек ауданының толық құрылысы 2004 жылы аяқталды. 2005 жылы елбасының тікелей тапсырмасымен Сырдария өзенінің арнасын реттеу және солтүстік Арал теңізін сақтап қалу жобасы дүниеге келіп, Көкарал бөгеті тұрғызылды. Ағлақ су тоспасы салынды. Бұл игі бастама балықшылардың ата кәсібінің тамырына қайтадан қан жүгіртті. Алыс аймақтарды жалғайтын жезқазған Сексеуіл Бейнеу теміржол желілерінің құрылысы жүргізілді. Сексеуіл кент арқылы өтетін теміржол бойында көптеген нысандар ашылып, жергілікті тұрғындар жұмыспен қамтылды. 2014 жылы Қорқыт ата мемориалдық ескерткіші елбасы тапсырмасымен заманға сай шақталды. Ғимараттар қазіргі заман талабына сай бой түзеді. Қобыз монументі 8 метрден 12 метрге биіктеді. Жаңадан әкімшілік ғимарат салынды. Бұл сыр еліне келген қонақтарға түркі өркениетін кеңінен насихаттау үшін жасалған өзгерістер болатын. Жасыл экономикаға жан бітірген жаһандық көрме кезінде мұнда жан-жақтан туристер ағылды. Кешен арқылы әлем ұлы даланың ұлағатын таныды. 2013-2020 жылдары өңірдегі құрылыс саласы қарқынды дами түсті. 700 мың шаршы метр тұрғын үй халық игілігіне пайдалануға берілді. Бас аяғы 7 жыл ішінде тұрғындарға 3 миллион шаршы метр тұрғын үйдің кілті табысталды. 2013-2020 жылдар аралығында облыс орталығында 15 шағын аудан бой көтерді. Тұрғын үй берудің жылдық көлемі 2,2 есеге өсті. Атап айтар болсақ, 2013 жылы 270 мың шаршы метр тұрғын жай бой көтерсе, 2020 жылы бұл көрсеткіш 609 мың шаршы метрді құрады. 2017 жылы бірқатар апатты тұрғын үйлердің мәселесі оң шешімін тапты. 2013 жылдан бері үйлер апатты деп танылып, кезекте тұрған 645 отбасы жаңа пәтерлерге ие болды. Жеке тұрғын үй секторларында 29 мың жер учаскелері инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз етілді. Білім беру нысандары да бір жолға қойылды. Өңіріміздегі апатты деп танылған мектептердің орнына 37 жаңа білім ошағы салынды. 2018 жылы аймақта аса ірі өндіріс орындарының бірі тампонажды цемент зауыты мерзімнен бұрын іске қосылды. Дайын өнімнің 70% ішкі нарықты қамтыса, қалған бөлігі тмд елдері мен Қытайға экспортталады. Осы жылдың қазан айында Шалқия қорғасын мырыш кен орнында тау-кен байыту комбинатының құрылыс жобасын іске асыру басталды. Доберсек неміс компаниясы негізгі мердігер болып бекітіліп, жобаны қаржыландыру Еуропа қайта құру және даму банкі арқылы шешілді. 2018 жылдың еншісінде Аралдағы кальцийлендірілген сода өндіру зауытының құрылыс жұмыстары бастауын алды. 2019 жылы бюджет қаражат есебінен 15 жалдамалы және 55 несиелік тұрғын үй салынып, барлығы 813 пәтер пайдалануға берілді. 2017 жылы шаһардың сол жағалауында бастауын алған құрылыс қарқындай түсті. Осылайша Сырдария өзенінің сол жағалауын дамыту мақсатында көлемі 1532 гектар аумаққа заманауи үлгіде жаңа қала салу жобасы қолға алынды. Еңселі елордаға қарап бой түзеген қала 15 мөлтек ауданнан тұрады. Олардың 11-і тұрғын аудан, 3-і парк пен бульварлар және бір индустриалды аймақ. 2020 жыл. Тірлігі оңға басқан өңірлердің қалалары солға қарай созылады. Қызылорда қаласы Сырдарияның сол қанатын игеруге қарқынды түрде кірісті. Бүгінде арғы жағалаудағы ғимараттар алыстан көзге ілігеді. Онда тарихи байланыс ұмыт қалдырылмай, шығыстық стиль көрініс тапқан. Сонымен бірге республиканың тарихи қазақ атауы қайтарылып, шешім шығарылған ғимараты қайта қалпына келтіріліп, рухани жаңғыру орталығы бой көтерді. Жаңа аудан жас отбасыларға қолайлы. Мұнда 320 орындық балабақша, Болашақ университетінің жаңа кампусы, жастар ресурстық орталығы бар. Шіркейлі канал арқылы өтетін көпірдің құрылысы аяқталып, Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық дәлізі әрі қарай ұлғая түсті. Облыстық бюджет қаражаты есебінен аймақтың 7 елді мекенінде спорттық кешендер бой көтерді. Сонымен бірге, мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жеке инвесторлардың қаражаты есебінен тағы да 5 дене шынықтыру сауықтыру кешені салынып, толықтай жабдықталды.
Сондай-ақ Қызылорда қаласындағы Ғани Мұратбаев атындағы орталық стадионға қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Соңғы 7-8 жыл ішінде өңірімізде барлығы 200-ден аса әлеуметтік нысан салынып, облыс инфрақұрылымына едәуір тың өзгерістер алып келді.